Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызда бастаймыз. Бүгін біз космогондық ою-өрнектер адам қиялының жемісі тақырыбында өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болыңыздар. Тыңдалған мәтін бойынша өз ойларыңды білдіретін боласыңдар. Екінші, балаларға арналған танымдық кітаптар мен сайттардан қажетті ақпаратты аласыңдар. Үшінші, тәуелдік жалғауын мәтін ішінде қолданып үйренесіңдер. Балалар, космогондық ою-өрнектер туралы естігендеріңіз бар ма? Ал ою-өрнек түрлерінің мынадай 4 түрі бар екенін білулеріңіз бар ма? Ою-өрнектер осындай 4 түрге бөлінеді екен. Біз бүгін сіздермен соның космогониялық деген түрімен таныс боламыз. Балалар, кітаптарыңның 75-ші бетіндегі берілген мәтінді бірге оқиық. Космогондық өрнектер ғарышпен байланысты барлық нәрселерді, жұлдыздар мен айды, жарты ай мен күнді, кемпір қосақты бейнелейді. Ұлан-ғайыр далада көшіп қонып жүрген көшпенділерді ғарыш пен әлем құпиясы қызықтырған. Оларды түнгі аспан әлемінде көрініс тапқан космогондық өрнек жұлдыздардың сыры бей-жай қалдырмаған. Қазақтардың тұрағы киіз үй. Осы жеңіл де жинақы киіз үй көшпелі өмірдегі ең лайықты баспана. Шаңырағы аспанға тіке жол ашады. Сырлы дүниеге шақырып, адамның қиял арманын ұштайды. Осылайша табиғаттың өзі өмірдің талай құпиясын үйретіп, қазақтарға ою-өрнектің космогондық нақышын тарту етті. Олар ежелгі сақтар заманынан келе жатқан әлемдік кеңістік пен жер шарының 4 тарабының мәңгілік қозғалыстың символы. Шеңбер, айшық, күн шұғыласы, 4 құлақ, шимай, қисық сызықты бейнелейтін жұлдыз және ою-өрнектің ортасында орналасқан 5 бұрышты жұлдыз. Сен білесің бе кітабынан? Балалар, көрдіңіздер ме? Шаңырақтың төбесінен көкке көз жіберген қазақ халқы сол түрлі аспан денелеріне қарап отырып, түрлі космогондық ою-өрнектерді дүниеге әкелген екен. Қандай қызықты мәтін, е? Олай болса, осы берілген мәтіннен төмендегідей тапсырмаларды орындайық. Космогондық өрнектерде халқымыздың арман қиялы қалай көрінген? Мен жоғарыда көрсеткен суреттерден мұқият ою-өрнек түрлерімен танысып алыңыздар. Және де осы өрнектерде қандай қолөнер туындыларынан кездестіруге болады? Балалар, сабағымыздың екінші мақсатына көшейік. Біз зат есім тақырыбын, оның ішінде зат есімнің жалғаулары тақырыбын өтіп жатырмыз. Зат есімдердің бүгін тәуелдік жалғауларын өтеміз. Бір заттың кісіге немесе екінші бір затқа тәуелді екенін білдіретін жалғау түрін тәуелдік жалғау деп атаймыз. Тәуелдік жалғаулар негізінен зат есімге тән. Басқа сөз таптары заттанып барып қана тәуелдене алады. Тәуелдік жалғауларын біз күнделікті өмір тіршілігімізде қолданамыз. Мәселен, әлде бір дүниені өзімізге тәуелдету үшін немесе басқа бір затқа тәуелдету үшін біз оның жалғауларын пайдаланады екенбіз. Мысалы, менің қиялым, сенің қиялың, сіздің қиялыңыз, оның қиялы. Ал енді көпше түрі: біздің қиялымыз, сендердің қиялдарың, сіздердің қиялдарыңыз, олардың қиялы. Балалар, байқадыңыздар ма? Қиял деген зат есімге тәуелдік жалғауын жалғай отырып, оны біз тәуелді еттік. Яғни қиял, деген бірінші жақтың тәуелдік жалғауы болып табылады екен. Ал деген тәуелдік жалғауының екінші жағының жалғауы болып табылады екен. Ыңыз деген сыпайы түрінің жалғауы болып табылса, дегеніміз үшінші жақтың тәуелдік жалғауы болып табылады екен. Дәл сол сияқты біз оны көпше түрде де қолданамыз.
Балалар, енді осыған сәйкес төмендегідей тапсырмаларды орындайық. Өрнек, ғарыш, жұлдыз деген зат есімдерді тәуелдеңдер. Яғни, менің өрнегім, біздің өрнегіміз деп оңаша және ортақ тәуелдейміз. Екіншіден, космогендік ойы өрнегі бар заттарды кітаптардан немесе сайттардан тауып, попус формуласына сай мәтін жазыңыздар. Балалар, попус әдісін ұмытпаған болуымыз керек. Бірінші сөйлем менің ойымша деп басталады. Екінші сөйлем оның себебін былай түсіндіремін деп келеді. Үшінші сөйлем мысалмен дәлелдейміз. Ал төртінші сөйлем қорытындылаймыз. Осы мәліметтердің барлығы сіздердің кітаптарыңызда да көрсетілген. Қосымша кітапты ашып, берілген мәтінді оқып, түсініп, тапсырмаларды орындаймыз. Сіздерге сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.